Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Бүгін сендермен 29-да 39-шы есептер аралығын қарастырамыз. Тақырыбы натурал сандарды координаталық сәуледе салыстыру. Берілген 29-шы есепте шартында сандарды салыстырыңдар. Нәтижесін артық немесе кем белгілермен жазыңдар делінген. Енді бұл жерде берілген сандарды жай ғана салыстырсақ болды. Қайсысы үлкен, қайсысы кіші деген сияқты. Біріншісінде 157 менен 57 саны, бұл жерде 157 саны үлкен. Екіншісінде 846 саны және 864 саны. Бұл жерде 864 саны үлкен болады, өйткені 64 46-тан үлкен. Үшіншісінде 3993 және 3939 сандары. Бұл жерде 3993 саны үлкен болады. Неліктен? Өйткені 93 саны 39-дан үлкен. Төртіншісінде 4203 саны 7302 санынан кіші. Өйткені 4000-7000-нан кіші. Бесіншісінде 6914 және 591 саны. Бұл жерде 6914 саны үлкен болады. Және сондай-ақ соңғысында 205205 және 202505 сандары. Бұл сандардың ішінде 205205 саны үлкен, өйткені 205000 202000-нан үлкен. Келесі 30-шы есебімізде астында 1/10 суретте берілген бойынша координаталық сәуледегі А, Б және С нүктелерінің координаталарын табыңдар деген. Одан кейін 3 сұрақ берілген. Әрбір нүктені салыстыруымыз керек. Ең алдымен біз координаталарын тауып шығамыз. Ол үшін мұнда 0, 1 деп тұр. Демек аралық бізде 1 сан деген сөз. Арқара 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кете береді. Енді бұл жердегі А нүктесінің координатасы 2-ге тең. Неге? Өйткені 2 деген нүктеде тұр. Б нүктесінің координатасы 5 және С нүктесінің координатасы 7. Ал енді бірінші сұрақта не дейді? А нүктесі мен Б нүктесінің координаталарын салыстыруымыз керек, Жауабын теңсіздік түрінде жазыңдар деген. А нүктесі бізде 2, Б нүктесі бізде 5 болып тұр. Қайсысы үлкен болады? Бұл жерде Б нүктесі үлкен болады. Неліктен? Өйткені Б нүктесінің координатасы 5, А нүктесінің координатасы 2, ал 2 5-тен кіші. Тура сол сияқты екіншісінде С нүктесі мен Б нүктесінің координаталарын салыстыруымыз керек. С нүктесі және Б нүктесі. С нүктесі бізде 7, ал Б нүктесі 5. Демек 7 5-тен үлкен. Тура сондай үшінші сұрақта А нүктесі мен С нүктесінің координаталарын салыстыруымыз керек. А және С. Бізде А нүктеміз 2-де, С нүктеміз 7-де. Демек 2 7-ден кіші. Келесі 31-ші есебімізде қос теңсіздік түрінде жазыңдар делінген. Бұл жерде не істейміз? Берілген 3 санды біз қос теңсіздік түрінде жазуымыз керек. Қос теңсіздік дегеніміз не? Мысалы, X, Y және Z 3 сан берілген болсын, Бұл жердегі Y санымыз X санынан үлкен, бірақ Z санынан кіші деген сөз. Мысалы, 5 саны 3 санынан үлкен, бірақ 9-дан кіші. Тура осылай етіп, мынау есептің шартына берілген сандарымызды қос теңсіздік түрінде жазамыз. Бұл жерде сұрап тұрған 7, 5, 10 санының ішіндегі 7 орталықта тұратын сан. Өйткені ол 5-тен үлкен, 10-нан кіші. Тура солай екіншісінде 21 саны 19-дан үлкен, бірақ 35-тен кіші. Үшіншісінде 914 саны 814 санынан үлкен, бірақ 999 санынан кіші.
32-ші есебімізде шамаларды салыстырып нәтижесін артық немесе кем белгісімен жазыңдар деген. Енді бұл жерде біз барлығын бір шамаға келтіріп алуымыз керек. Неліктен? Өйткені екі түрлі шама болған кезде біз салыстыра алмаймыз. Бұл жерде сантиметрде берілген, метрде берілген, килограммда берілген, граммда берілген, сағат, минут, секунд, дециметр барлығы берілген. Оны екі түрлі болған жағдайда салыстыра алмаймыз. Сол себепті бір өлшемге келтіреміз. Біріншісінде 65 сантиметр және 1 метр берілген. Қайсысы үлкен екенін табуымыз керек. Ол үшін сантиметрді метрге айналдырамыз, немесе метрді сантиметрге айналдырамыз. Бізде 1 метріміз 100 сантиметр. Демек 100 сантиметріміз 65 сантиметрден үлкен деген сөз. 1 метр 65 сантиметрден үлкен. Тура сол сияқты екінші есебімізде 1 килограмм және 950 грамм. Бұл жерде килограммды граммға айналдырамыз. 1 килограммымызда 1000 грамм бар. Демек 1000 грамм 950 граммнан үлкен. Үшіншісінде 1 сағат және 45 минут. Біздің 1 сағатымыз 60 минутқа тең. Демек 60 минутымыз 45 минуттан үлкен. Ол дегеніміз 1 сағат 45 минуттан үлкен деген сөз. Төртіншісінде 8 дециметр және 75 сантиметр берілген. Енді бұл жерде дециметрді есептеуіміз үшін 1 дециметрде қанша сантиметр барын тауып аламыз. 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 8 дециметрде 80 сантиметр деген сөз. Ал 80-іміз 75-тен үлкен. Бесіншісінде 1500 килограмм және 2 тонна берілген. Бұда да тура сол сияқты 1 тоннада 1000 грамм болса, 2 тоннамызда қанша килограмм болады? 2000 килограмм болады. Демек 2000 бізде 1000 жарымнан үлкен. Және соңғысында 120 секундымыз бен 3 минут берілген. Үш минутымыз ол 180 секундқа тең. Неліктен? Өйткені 1 минутта 60 секунд бар. 60-ты 3-ке көбейтсек 180 секунд болады. Демек 3 минутымыз 120 секундтан үлкен деген сөз. Келесі 33-ші есебімізде сандарды разрядтары бойынша салыстырыңдар деген есеп беріліпті. Енді бұл жерде не істейміз? Бұл жерде берілген сандарды разряд бойынша жазып шығамыз. Бірінші 2341 санын разряд бойынша жазатын болсақ, ол жерде 2 көбейтілген 1000, қосылған 3 көбейтілген 100, 4 көбейтілген 10 және қосылған 1 саны. Осыдан бізде 2341 саны шығады. Екінші 734 санында разрядқа бөлетін болсақ, 7 көбейтілген 100, қосылған 3 көбейтілген 10 және 4. Енді бұл жерде неше разряд болып тұр? Біріншімізде 4 разряд. Екіншімізде 1, 2, 3 разряд. Демек, бірінші санымыз 2341 саны 734-тен үлкен. Өйткені 4 разряд 3 разрядтан үлкен. Ал енді екінші есепке қараймыз. Екіншісінде екеуінде де бірдей разряд. Бірінші 1925 саны разрядқа бөлетін болсақ, 1 көбейтілген 1000, қосылған 9 көбейтілген 100, 2 көбейтілген 10 және қосылған 5. Енді бұда екеуінде де 4 разряд. 4 разряд болғанда екеуінде де тең болуы мүмкін деп ойлаулары мүмкін. Бірақ ол тең болмайды. Неліктен? Өйткені 1925 саны 1952 санынан кіші. Сол себепті бұл жерде
сандардың көбейтіндісіне әрқайсысын разрядқа бөлген кезде сандарға қараймыз. Тура сол сияқты келесі есептерді де жалғастырамыз. 38576 немесе 38567 сандары. Бұл жерде қай санымыз үлкен болады? 38576 саны үлкен болады. Өйткені бастапқы разрядтары бірдей болғанменен соңғы екеуі 76 және 67 деген сандар. Төртіншісінде 45315 саны менен 45135 саны. Бұл жерде 300 жүзден үлкен. Демек, бірінші санымыз үлкен. Бесінші есепте 671312 саны және 5671312 сан. Бұл жерде 5671312 саны үлкен болады. Неліктен? Өйткені ол жерде бір разряд артық. 5 миллион, яғни миллиондық разряд қосылып тұр. Және соңғысында 1,99,999 және 99,999 саны берілген. Бұл жерде 1,99,999 саны артық болады. Келесі 34-ші есебімізде белгісіз цифрлары жұлдызшалармен алмастырылған сандарды салыстырыңдар деп тұр. Яғни бұл жерде жұлдызшалардың орнына кез келген сандарды қою арқылы біз салыстыруымыз керек сандарды. Енді біріншісінде қарайтын болсақ, 8 саны және 2 саны беріліп тұр. Екеуінің де артында 2 жұлдызша. Олардың арқаларында жұлдызшаларға қандай сан қойсақ та, бірінші 8 санымыз 2 санынан үлкен болады. Неліктен? Өйткені 8 2-ден үлкен қой. Демек, бұл жерде мысал ретінде 802 және 269 сандарын алатын болсақ, 802 269-дан үлкен. Тура сол сияқты екінші есеп 45 және 43 сандар берілген. Бұл жерде 45-тен кейін 2 жұлдызша, ал 43-тен кейін 3 жұлдызша беріліп тұр. Орнына сан қоямыз. 45 мың, 45-тен кейін 57 сан қоятын болсақ, және 43-тен кейін 982 сан қоямыз. Енді бұл жерде 45-43-тен үлкен болғаны менен арқасында жұлдызшаның санына қараймыз. 45-те 2 жұлдызша, 43-те 3 жұлдызша. Демек, бұл жерде 43982 саны үлкен. Үшінші есепте 17397 және 172 371 саны берілген. Өйткені 173-тен кейін 2 жұлдызша, ал 172-ден кейін 3 жұлдызша беріліп тұр. Демек, ол жерде бір сан артық деген сөз. 172,371 саны артық болады. Төртінші есепте 9 саны және 2 саны. Екеуінде соңында 3 жұлдыздан. Бұл жерде 9 санымыз үлкен. Ол жерге қандай сан қойсақ та, бірінші санымыз үлкен бола береді. Бесіншісінде 5 жұлдызша және 4 жұлдызша. Бұл жерде қандай санды қойсақ та, бірінші санымыз екінші санымыздан үлкен болады. Өйткені 5 таңбалы сан 4 таңбалы саннан үлкен. Келесі соңғысында 1,362,000 болып тұр. Және артында 3 жұлдызша. Ал мына жерде 13 миллион болып тұр. 13 миллион 600 арғарай 10 мың мысалы қандай да бір. Бұл жерде де екінші санымыз үлкен болады. Неліктен? Ол жерде өйткені 13 миллион тұр. Ал біріншісінде 1 миллион. 35-ші есепте тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс және қайсысы бұрыс екенін анықтауымыз керек. Енді бұл жерде қайсысы дұрыс деп тұр. Бұл жерде 4 тұжырым берілген, яғни 4
ереже сияқты. Біріншісінде кез келген 3 таңбалы сан кез келген 4 таңбалы саннан кіші дейді. Бұлымыз дұрыс тұжырым. Неліктен? Өйткені 3 таңбалы санымыз 4 таңбалы саннан кіші екені белгілі, иә? Мысалы, 999 3 таңбалы санның ең үлкен саны. Ал 1000 ол жерде 4 таңбалы санның ең кіші саны болып тұр, иә? Демек, бұл жерде 1000 999-дан үлкен ғой. Сол себепті тұжырымымыз дұрыс болады. Екіншісінде 0 саны кез келген натурал саннан үлкен. Бұл қате тұжырым. Неліктен? Өйткені бізден натурал сандарымыз бірден басталып, ары қарай кете береді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 шексіз жалпы кете береді. Ал 0 бізде натурал сан емес. Сол себепті натурал сандарымыздың қайсысынан болса да 0 саны кіші болады. Ал бұл жердегі тұжырым 0 саны кез келген натурал саннан үлкен деп тұр. Демек, тұжырымымыз қате. Үшіншісінде ең үлкен 4 таңбалы сан ең кіші 5 таңбалы саннан бірге кем. 4 таңбалы сан 5 таңбалы саннан кіші. Бұл жерде 4 таңбалы санның ең үлкені 9999 және 5 таңбалы санның ең кішісі 10.000 деген сандарды алайық, иә? Бұл жерде 10.000-нан 9999 азайтып тастайтын болсақ, бізде 1 деген сан қалады. Демек, тұжырымымыз дұрыс екен. Және соңғы 4-шісінде 0 саны кез келген натурал саннан кіші. Бұл тұжырымымыз дұрыс. Тура мына екінші тұрған тұжырымға қарама қарсы тұжырымды айтып тұрды. Бұл жерде 0 1-ден кіші. Демек, ол кез келген натурал саннан кіші деген сөз. Келесі 36-шы есебімізде стадионнан келе жатқан Қайрат, Мирас, Нұртас және Айдос бізде футболистер. Қайрат, Мирас және Нұртастың біреуі қақпашы. Мирас, Нұртас және Айдостың біреуі қақпашы. Нұртас қақпашы емес. Стадионнан келе жатқан футболистердің қайсысы қақпашы екенін табуымыз керек. Былай қарап тұрсаң, логикалық есеп. Енді бұл жерде футболистіміз 4-еу, иә? Оларды 2 топқа бөліп тұр. Яғни қақпашыны табу үшін 2 топқа бөліп қарастырып тұр. Бірінші топта Қайрат, Мирас және Нұртас. Осы үшеуінің біреуі қақпашы болуы мүмкін. Иә? Тура сол сияқты екінші тобымызда Мирас, Нұртас және Айдос көп болған. Осы үшеуінің біреуі қақпашы болуы мүмкін. Ал енді есептің шартына қарайтын болсақ, Нұртас қақпашы емес деп тұр. Енді бізде сонда кім қақпашы болады деген сөз ғой, сұрақ қой. Бұл жерде Мирас бізде қақпашы. Неліктен? Өйткені қараймыз. Қақпашыны табу үшін бізде 2 топқа бөлінген, футболистеріміз. Өз 4 футболист. Бірінші топта Қайрат бар, екінші топта Айдос бар. Екеуі 2 топта да қайталанбаған. Ал Нұртас есептің шарты бойынша қақпашы емес. Ал Мирас 2 топта да бар. 37-ші есебімізде теңсіздіктегі жұлдызшаның орнына теңсіздік тура болатындай ең кіші сан шығатын цифрды қойыңыз деп тұр. Енді бұл жерде не істейміз? Бірінші беріліп тұрған сандарменен жұлдызшаның орнына сан қою арқылы теңсіздігіміздің дұрыс емес екендігін анықтаймыз. Яғни теңсіздігіміз тура болатындай жұлдызшаның орнына сан қоямыз. Біріншісінде 3713 саныменен 371 және жұлдызша саны тұр. Енді бұл жерде 3713 саны қандай саннан үлкен?
3712 санынан үлкен, 3711 санынан үлкен. Демек жұлдызшаның орнына 2, 1, 0 деген сандарды қоя аламыз. Екіншісінде 476 жұлдызша 8. Ол кіші 447.658 санынан. Енді бұл жерге 4 санын қойсақ болады. Неліктен? Өйткені екінші санымызда 5 сан тұр. 58 48-ден үлкен. Тура сол сияқты үшінші есебімізде жұлдызша 3 204 саны 63204 санынан үлкен. Енді бірінші сан болғандықтан бұл жерде екінші санымыздың бірінші санында 6 сан тұрғандықтан 6-дан үлкен болатын сан қоюымыз керек. Сол себепті 7 санын қойсақ болады. Келесі төртінші есебімізде 1 жұлдызша 296 және 10497 саны бірінші беріліп тұрған санымыздан кіші. Енді бұл жерде мынау жұлдызшаның орнына 0 санын қойсақ болады. Бірақ 0 санын қойсақ, жұлдызшадан кейінгі тұрған санымыз екінші тұрған санымыздағы 4-тен кіші. Сол себепті біз ол жерге 0 қоя алмаймыз. Сол себепті 0-ден үлкен болатын сан 1-ді қойсақ болады деген сөз. Бесіншісінде 164927 саны 1 жұлдызша 3812 санынан үлкен. Енді бұл жерде жұлдызшаның орнына 6 санынан бастап қоя берсек болады. 6, 7, 8, 9. Енді неліктен? Өйткені 6-дан кейінгі санымыз 4, екінші санымыз 6-дан кейінгі санымыз 3. 4 3-тен үлкен болғандықтан бірінші санымыз бәрібір үлкен болады. Және ең соңғы есебімізде жұлдызшаның орнына екінші беріліп тұрған санымыздың бастапқы санынан үлкен болатын санды қоямыз. Екінші санымыздың бастапқы саны 3 қой. Демек, одан үлкен сан 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген сандардың кез келген біреуін қоюымызға болады екен. 38-ші есебімізде 1/11 суретке қарап отырып, координаталық сәуле бойындағы келесі кесінділерді салыстырып, нәтижесін теңсіздікпен жазуымыз керек. Алдымен координаталарын жазып шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18. Енді бұл жерде әрбір нүктенің координаталарын жазайық. А нүктесінің координатасы 3-ке тең. Б нүктесінің координатасы 13-ке тең. Өйткені 13 деген нүкте тұр. С нүктесінің координатасы 10 және Д нүктесінің координатасы 18-ге тең екен. Енді бірінші сұрақ бойынша А, Б және С-ді кесінділерін салыстырып, нәтижесін теңсіздікпен жазуымыз керек. Енді бұл жерде А, Б кесіндісін қалай анықтаймыз және С-ді кесіндісін қалай анықтаймыз. Ол үшін берілген А нүктесінен Б нүктесіне дейінгі аралықта қанша координат бар, соны санаймыз. А мен Б-дің арасында 10 координат бар екен. Демек, ол 10 сантиметр деген сөз. Ал С мен Д-дің арасында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сан бар. Демек, 8 сантиметр. Ал 10 сантиметріміз 8 сантиметрден үлкен. Сол себепті АБ кесіндісі С-ді кесіндістен үлкен болады. Ал оның теңсіздік түріндегі жазылуы 10 сантиметр 8 сантиметрден үлкен. Екінші сұрақ бойынша АС, СБ және БД кесінділерін салыстырып, нәтижесін қос теңсіздікпен жазуымыз керек. Бұл жерде енді тура бірінші сұрақтағы сияқты әрбір кесіндіні санап шығуымыз керек. Бұл жерде АС кесіндісі қанша сантиметр болады? А менен С нүктесін қосамыз. Арасында қанша координат бар? 3, 4, 5, 6, 7 координат бар. Демек, АС кесіндіміз бізде 7 сантиметр деген сөз.
Келесі СБ. С менен Б-ның арасында 3 координат бар. Демек, СБ кесіндіміз 3 см. Және Б-ды кесіндіміз 1, 2, 3, 4, 5. Демек, 5 см. Бұл жерде әрқайсының өлшемін жазып шығайық. Асы бізде 7 болса, СБ 3-ке және Б-ды 5-ке тең. Енді бұны қос теңсіздік түрінде қалай жазамыз? Қос теңсіздік түрінде жазуымыз үшін ең кіші саннан бастаймыз және ең үлкен санға дейін жазамыз. Ал орталықтағы сан ол ортасында қалады. Енді бұл жерде 5 саны 3-тен үлкен, бірақ 7-ден кіші деген қос теңсіздік шығады. Яғни Б-ды кесіндісі СБ кесіндісінен үлкен, бірақ асы кесіндісінен кіші. Ал енді соңғы 39-шы есебімізде бізде логикалық есеп берілген. Ойыншықтар дүкеніндегі 3 ойыншық мәшине және 2 қонжықтың құны 13 ойыншық қоянның құнына тең екен. Ондағы бір ойыншық машина 3 қонжықтың құны 9 ойыншық қоянның құнына тең. Сұрақ: ойыншық машина қымбат па, әлде қонжық қымбат па? Енді берілген жазайық. Бізде 3 түрлі ойыншық беріліп тұр: машина, қонжық және қоян. Бізге табу керек, қайсы ойыншық қымбат? Машина қымбат па, қонжық қымбат па? Шешуі. Енді бұл жерде бізге ең оңай тәсіл теңдеулер жүйесін құрып алсақ. Есептің шарты бойынша 3 машина қосылған 2 қонжық тең болады 13 ойыншық қоянның құнына. Яғни 13 қоянға тең. Екінші теңдеуіміз бір ойыншық машина қосылған 3 қонжық тең болады 9 ойыншық қоянның құнына. Яғни 9 қоянға тең. Бізде осындай теңдеулер жүйесі шықты. Енді бұл жерден екінші теңдеуіміз арқылы бір машинаның құнын өрнектеп аламыз. Яғни 9 қояннан 3 қонжықты азайтып тастаймыз. Сонда бізде бір машинаның құны шығады деген сөз. Енді бірінші теңдеудегі машинаның орнына алып барып қоямыз. Яғни 3 көбейтілген 9 қоян, азайтылған 3 қонжық, қосылған 2 қонжық тең 13 қоян. Қалғаны теңдеудің сол өзінің өлшемдерін жазып шығамыз. Енді мұнда бірінші жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқан кезде жақшаның сыртындағы сан жақшаның ішіндегі әрбір элементіне көбейтіледі. Біріншісінде 27 қоян, азайтылған 9 қонжық, қосылған 2 қонжық тең 13 қоян. Біз жақшаны ашып алдық. Бізде осындай теңдеу шықты. Енді бірделерді бір жаққа жинаймыз. Яғни қояндарды бір жаққа, қонжықтарды бір жаққа. Сонда 27-ден 13 азайтатын болсақ 14 қоян және 9-дан 2-ні азайтатын болсақ 7 қонжық болады. Енді бұл жерде бір қонжықтың құнын табуымыз үшін 14-ті 7-ге бөліп тастаймыз. Сонда бір қонжығымыз 2 қоянға тең деген сөз. Бір қонжықтың бағасы 2 қоянның бағасымен тең. Ал енді бұл жерде бір машинаның бағасын табу үшін бастапқыдағы бір машинаны өрнектеп алған өрнегімізге алып барып қоямыз. Себебі біз қонжықтың мәнін таудық қой. Енді 9 қояннан 3 көбейтілген 2 қоянның мәнін алып тастаймыз. Сонда бізде 3 қоян деген шығады. Бұл жерде бір машинаның бағасы 3 қоянға тең. Демек машина қонжықтан үлкен. Видеоны соңына дейін тамашалап қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма подписаться етуді басып ұмытпаңыздар. Сонда сабақтарды уақытылы көріп отырасыздар.